Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сиыр етінен дайындалатын қуырдақтың рецебін ұсынамын. Ол үшін бізге сиырдың қабырғасы және еті, бүйрегі, бауыры қажет болады. Картошка және пияз. Алдымен қабырғаны осылай бөліп турап, сонан соң етті орташа бөліктерге бөліп турайтын боламыз. Етімізді турап болған соң, бауырды да орташа бөліктерге бөліп турайтын боламыз. Бүйрегімізді де орташа бөліктерге бөліп турап аламыз. Сонан соң сиырдың іш майын қазанымызға салып қуырып, қызарғанша қуырып алып тастаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып 20-30 минут қуырамыз. Етіміз қуырылып болғанша картошка мен пиязды орташа бөліктерге турап аламыз. Етіміз қуырылған соң бүйрегін салып 5 минуттай қуырамыз. Оның үстіне бір шыны су құйып 20 минуттай қайнатып аламыз. 20 минут қайнаған етімізге бауырды салып араластырамыз. Оның үстіне картошкасын және тұз, осындай зіре қостым. Пиязын бетіне қойып, жарты сағатқа дымдап қоямыз. Піскен қуырдағымызды осылай араластырып, ыдысымызға салып, үйдегілерімізге тарту етсек болады. Мен осылай сәбіз, укроп және пиязбен әсемдеп ұсынғым келді. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар.